Бүгін мынандай қоңыр қонжық сиятын қабырғасының ұзындығы 8 см шаршыдан мынандай сақина қиюды көрсетемін. Егер де қызық болса, өздеріңіз алдын ала мына видеоны тоқтата тұрып көрсеңіз болады. Мен баяндауға кірісейін. Ол үшін мына шаршыны екіге бүктеңіз. Бүктелген шаршының қабырғасын 1 сантиметрден тең бөліктерге бөлейік. Тең бөліктерге бөлгеннен кейін мына бөліктер арқылы мынандай жолақтар жүргізейік. Жолақ бірақ толық сызбаңыз. Мына екінші жақ қырын өте жақындап келетіндей ғана қылып сызыңыз. Одан кейін болғаннан кейін екінші жағын айландырып, мына жолақтардың ортасын сызып шығыңыз. Дәл ортасын. Міне осы іздермен мұқият қиыңыз. Бірақ екінші жағын қиып кетпеңіз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай іздер бойынша қиып шығамыз. Мұқият қиыңыз. Енді қиып болғаннан кейін мына екі шеткі бөліктерін қимаймыз. Ал ортасындағы пайда болған бөліктерді дәл ортасынан қиып шығайық. Дәл ортасынан қиямыз. Егер де сіз осылай қайталайтын болсаңыз, сіздің қабырғасы 8 сантиметрге тең шаршыдан мына қоңыр қонжық сиятындай әп-әдемі мынандай сақина шығады. Егер сізге одан да үлкен сақина жасау керек болатын болса, бағанағы 1 сантиметр емес, одан да кішілеу қылып алу керек. Егер сізге осы видео сабағы ұнаса, менің каналыма, Instagram парақшама жазылыңыз, видеоны достарыңызбен бөлісіп таратыңыздар. Сау болыңыздар.